Ассалаумалейкум, сіздер менен және бір мәртебе өмірден сөз подкастының нөбеттегі саны. Нөбеттегі, яғни екінші санының қадірлі мейманы Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Қалбике апа Ұзақбергенова. Hamda баслаушыларыңыз Айзада һәм Шерзат. Ассалаумалейкум, Қалбике апа, біздің нөбеттегі санымызға қош келіпсіз. Ассалаумалейкум, Кегейл район халқы. Бұл Қалбике апа өмірден сөз подкастымыз. Бұл подкастымызда сіз өміріңіз davamında қызықты мәуретлері болған ямаса, өзіңіздің ядыңыздан кетпей тұрған уақиғалар болса, сол хақында азғана бір сөйлеп етіп өтеміз. Әлбетте бұл экран артындағы тамаша көйлерімізге қызық деп ойлаймын. Келін енді сұрауларға өтетін болсақ, міне өміріміздің ең ұмытылмас бөлігі бұл балалық. Яғни сізден де сұрарым, сол балалық уақытыңызда Қытай қайтып, Самарқандқа қайтып, балалығыңыз туралы айтып берсеңіз. Менің балалық дәуірім Қожел қаласында, қазір Қожел район дейміз. Қожел қаласының Құмыз ауылында өткен балалық дәуірлерім. 1966 жылы сол Қожел районда туылғанмын. Сол кішкенелігімнен, сол кішкене бірінші классқа басқан уақытымнан бастап, сол оған дейін жастық дәуірлерімде сол қосыққа қызығып, жаңағы қазір кішкенелігімізден Тамара Дошуймова, мінекей Айымхан Шамратова, Даутбай Қайыпқылардың қосықлары айтып тұратығын еді телевизорларымызда. О заманда радио болатын еді, радио арқылы естетін едік, Қияс Қайрадиновлардың дәсталларын естетін едік. Сол дәсталлардан сол құлағымызға кішкенелігімізден сол дәсталлар сіңіп барып, соларды қайттан айтатын едік біздеріне. Қайттан үйімізде мамам болатығын еді, сол мамама қайттан айтып беретіғын едім мен, сол қосықларыне. Сол қызығушылығымды, сол дәуірлерімді мен бірінші класстан бастап, сол 6-шы класс уақытымда сол қосықларды мектеп байрам кешелерінде айтатығын едім. Ана хақында қосықларын байрам кешелерінде айтып не. Сіздің балалық дәуіріңізде ядыңызда ма, мысалы бірге ойнап өскен ауылдың қызлары болады ма, немесе класслас достарыңыз, яғни олар менен қазір араласасыз ба? Солармен өткен ұмытылмас уақиғаларыңыз бар ма? Солармен қызықты уақиғалар болса бұл. Сол балалық дәуірімде үйде қоңсым, класслас қызларым үйдің қасында тұрады ғой, қосыққа қызығушы қызлар келеді. Және Айман деген қазақ қызы, ол уақытлар біздер не қылдайды, қазақ, қарақалпақ, көп миллетлі халық болып жасайтын едік та, қарап отырсаң, қазір ойланып қарасам, сол уақытлар Айман деген қызларым, класслас қызларым, бөлек қызларым қыдырып келсе, сол жаңағы менің қос айтқанымнан пайдаланып, олар жаңағы мысалы үшін айнаны ашып қалып, терезені ашып, пердесін ашып, мені ар жағына қояды да бірінші. Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист Қалбике Ұзақбергенова деп пердені ашып жіберетін еді. Қазір сол дәуірлерді еслесем, балалықтағы дәуіріміз қайтып келіп, сол атақты алып отырыппан да қазір. Соған қатты қуаныштымын. Балалықта не ниет етсем, сол ниет қабыл болады екен да. Яғни үйде концерт беретіңіз, үйде ең бірінші аплодисментлеріңіз өзіңіз? Сол өздеріміздің класстастарым, достарым, сол Айман деген қызым қазір Москвада жасайды. Сол келгенде Москва көшесіне тұрмысқа шығып, қазір екеуі Москвада жасайды. Класслас достым сол. Қалбике апа, балалық туралы сөйлесіп жатырмыз ғой. Енді балалық дегенде, яғни көз алдыңызға кімдер келеді, нені елестетесіз? Бір сол хақында, бір балалық дәуіріңізге кімдерді сағынасыз, сол хақында бір айтып берсеңіз. Әкем Тұрдыбай, анам Өтехан деген адамлар болды сол уақытта. Енді мына уақытлар сол қызығушылығымды біліп, мен қуандырайын деп, әкем жүр кәне қызым, ізіме ер деп. Ол еш уақытлар сюрприз қылған жақсы көреді да, адамдарға айтпайды. Сол магазинге барып деп, не алатынын мен білмеймін да. Деп қарасам, о уақытларым мынандай алам ойнақ дутар жоқ, бәрі жаңа не дейді, нотный дутар дейміз, о уақытлары кейін нотный дутарды әперіп маған. О уақытлары есімде келе 51 мың сомға қуантып не, ал мен қызым дутар шертіп үйренсін, қосыққа қызығады деп, сол әкем дутарды әперген уақытта қатты қуанғанмын, қатты қуанып, сол балалығыма қайтсам, сол ата-анамды сағынамын, ата-анам көз алдымнан өтеді балалық шақтарымдағы. Сол әкеңізден ұстарауда, яғни мәдениет тарауында істеді ме? Мәдениет тарауында істемеді, өзі торговый баз деген болатын еді, сол торп базда істеді. Ағам сол грузчик дейтін еді уақытлары. Ағам соның қарауылы болды, апам, анам соның несінде істеді, грузчик болып істеді.
Аз айтып беруіңізге қарағанда сіздің яғни әкеңіз сізге яғни қолдап қуатлау күштілеу болған екен да. Бұл проблема анаңызда я болмаса бір ағайын туысқандарда қарсылық болмады ма? Неге мәдениет тарауында қыз балаға келіспейді, басқа мұғалім я болмаса врач болады деген сондай. Мен ең бірінші сол балалық дәуірім өткеннен кейін газетаны көріп отырсам, қайыққа тапсырсам екен, тек көркемөнер тарауына тапсырғым келеді да. Сол Қалла Айымбетов мәдени ағарту техникумы деген газетаға көзім түсті. Сөйтіп келсем, ағайындерім мысалы үшін көп ағайындерім қарсы болды. Мен дайы тарапынан қарсы болды не маған. Бірақ атам бар еді. Атам екеуміз кішкентайлығымнан атам ұзақ берген атам. Сол Тамара Душенбан қосықларын айтып отыратын ек. Екеуміз ол қызығушылығы мен атамның менен бетерді. Атама еліктеп айтаман. Екеуміз айтып отырамыз. Сондан кейін менде қызығушылық пайда болған шығар да. Сөйтіп адам дайы тараптарымыз қарсылық болып, ал мен Дерхор деген оқуға тапсырып келдім деп өзім білмеймін да уақытларды. Қарабек енді барғаннан кейін һәм мынаған тапсыр, сазға жақсы екенсің, дауысың жақсы екен, қосыққа тапсыр, уақытлар Ғани Аманиязов, қазіргі мінекей Құдайберген Тұрдықұлов дегендер, соны ұстаздарымызды көрдік сол уақытлармен, мәдени ағартуда мұғалім еді. Саз шертуге қыз, қайсысына қызығасың? Мен білмеймін да ешне. Өз бағдарымды, жөнелісімді білмей адыртпан да. Сол уақытлар жаңа ағайын тарапыма келсем, дайы тарапым, сол оқуға кіріп, деп тұрғансында не ма деп не жаңа қор дегенді қандай оқу екенін біл дейді да. Содан кейін мен айтамын, не қылып бір жаман нені танылап жатырмын екен деп ойлайсың ғой. Бірақ кейін оқығаннан кейін өзімнің тарауыма қызығып кеттім. Яғни колледжден мектеп алдын оқыдыңыз ба? Мектеп уақытында кішкентай уақытыңызда? Мектептен кейін сол Қалла Айымбетов мәдени ағарту техникумына тапсырдым 86 жылы. Сол 89 жыл біткеріп шықтым. 3 жыл еді, оқулар 3 жыл еді. Қалбек апа, енді жаңа айтып жатырсыз ғой, Қожеліде туылып өстім деп жатырсыз, 5 қаланың бірі. Енді бұл Кегеліге Қожеліден келуіңіз қандай болды? Қашан келдіңіз? Мен сол Қалла Айымбетов мәдени ағарту техникумына тапсырғаннан кейін, сол қалыпсызлары бөлімінде қазіргі Engels дейміз ғой, Правда бөлімі дейді. Сол уақытта аңсатпай өмірлік жолдасым қазіргі қалыпсызлар бөлімінде оқитын еді. О заманда Пақтаға барамыз, студентлік дәуірімізде әркім сол уақытлар жақсы жаманды біліп, студентлік дәуір деген алтын дәуір дейді ғой. Сол бірінші Пақтаға барған дәуірімізде аңсатпенен танысып, Пақтаның уақытында сөйтіп, сол уақытлар нешінші жылар еді, бірінші 86 жыл болса, сол біткердім. Ол аңсат кейін армияға кетіп қалды, Афганистанда служит етті. Сол мен қайтып барып Қожелі районында істей бастадым. Содан кейін ол 3 жыл давамында армияда болып, қатар қалып байланыс. Уақытлары қат бар, телефон жоқ. Қатар қалып байланыс жасаймыз. Ондан кейін келгеннен кейін мені көруге барады. Құлласы армияда 3 жыл қаталыстық. Ондан кейін ауылда келгеннен кейін қадімгі барып тұрады. 6 жыл давамында сөйлесіп, ондан кейін оқуды біткергеннен кейін 2 жыл үйбетте істеп жүрген дәуірімде енді 89 жылы осы Кегейлі районына келін болып түстім. Азық гәп жоқ, 3 жыл давамында күтіп жүрген болсаңыз, әзірге бір ай армияға кеткеннің өзінде қойысып кетіп жаңағы. Күте алмай. Сол 89 жылдан бастап сол келінлік дәуірім басталды. Енді келін болып түскеніңізден кейін келінлік өміріңіз һәм жұмыс істеу шариғатыңыз қандай болған? Яғни өмірлік жолдасыңыз болсын, ата-енеңіз болсын, яғни сіздің тарауыңызға қарсы болмаған ба? Мен келін болып түскен уақытлары қайнағамның қолына түстім. Сол қайнағам тойларымызды өткеріп болғаннан кейін енді жұмыс істеу керек қой енді. Жұмыс табылмай 1-2 жыл кітапханада істедім. Сөйтіп мен өзімнің енді уақытлары мәдениеттері несінде жұмыс жоқ шығарды. Кейін сол кітапханаға жайғастырды уақытлар Айзада Омирова басшылығымыз. Сондан кейін сол жерде 1-2 жыл істеп, кейіннен көркем басшы болып жұмысқа өттім мәдениет тарауына.
Сол мәдениет тарауына жұмысқа өтіп, сол келдікті оқулар филиал болады, қатынап істеп, сол мектептерге барамыз ол заманда. Сол өзімнің сол алған білімлерімді мектепке барып, дутар үйретіп, ансамбль дөңгелектерін ашып оқулары. Сондай қиын дәуірде өздерімізде міне қазіргі жақсы заманда жасап жатырмыз да. О заманда газ жоқ, мысалы үшін. Бір сол общитті ме, сіздердің общитіңіз деп, сол күйеуім афганист болғаннан кейін бізге жай берді. Мысалы қайнағамыздың үйінде тұратын шешемнің қолында. Мемлекет тарапынан жай берілді афганистерге о заманда. Сол жайымызға 90-шы жылы келдік. Келсек газ жоқ. Сол жаңағы бір жайымызға плиткаларды қойып, онан кейін бірінші Миясарым қызым туылды. Сол 3 жасында сол жерге көшіп келдім қайнаған үйінен 90-шы жылы. Сол көмір жағамыз ол уақытлары, газ жоқ, һәм жұмысқа барамыз, һәм үйдің тәрбиясы, баланың тәрбиясы, һәм жұмыс, сонда келдік. Қалибек апа, ауылдағы қоңысларыңыздың көзқарасы қандай еді? Әртіс келінге, яғни айтқанда, мәдениет тарауында келінге олма көзқарасы қандай еді? Сол туралы бір азғын айтып берсеңіз. Енді көзқарасы, соғақлар енді дутар алып қолыма, мен қосқа айтып жүргеннен кейін, енді мен қызығушылығымды ауылдың бәрі біледі ғой енді. Той мерекелері менсіз болмайды. Той мерекелеріне шығады. Ауылда да қазір военкомат қайнаға дейміз. Военкомат қайнағамыз үйіне қонақ келсе шақыра береді. Және қызы бар, Айка. Оның атын айта алмаймын, енді Айка дейміз. Қазір сол Кегейде мұғалім болып істеп жатырыпты. Бала шағалы болып кетті. Сол кішкентай дәуірінде үйге келіп, қызығып маған не? Сөйтіп үй беттерінде ата-аналармен ойласып оқытып жатырмын. Қуанғанымнан сол уақытлары бақсы келін деген не шығарды? Мақала. Бақсы келін деген мақала шығарды. Сонан кейін, және біраз уақыт өткеннен кейін, құс ұядан нені көрсе, ұшқанда соны көреді дегендей мақалаларды шығарып, біздердің сол ауылымызда сөйтіп, үйдегі қожайынымыздан бақсы бала дейді. Бақсы бала. Бақсы келіннің өмірлік жолдасы болғаннан кейін бақсы бала өзі қызығады. Қазір біздер көркем өнер тарауында көркем өнер тарауының шаңырағымыз да. Ұлыма айтқанда мәдениет тарауының шаңырағымыз. Өздеріңіздің хабарыңыз бар шығар, ансамбліміз бар. Сол районымызда көптеген тойларды атқарып жүрміз. Енді Қалибек апа жаңа айтып жатсыз ғой, сөздің арасында жаңа военкомат қайнаға деп жатсыз, Айка деп жатсыз, айта алмаймын деп. Расында қаттыға бір қиын еді. Мысалы үшін біздерге де военкомат қайнаға айтып жіберсе, кімге айтарымыз білмейміз. Сол ұлыма өрф әдетімізге туралы бір азғана бір мағлұмат берсеңіз, себебі кейінгі жасаулатқа бір кішкене болса да бір түсінік болып кетер осы бойынша. Енді біздердің сыйласығымыздың сойері, біздің ауылдарымыздың, мысалы үшін ауылдарымыз не ана Ленин бөлім дейміз, және Энгельс дейміз. Әмме, мысалы үшін қалада бір-бірін білмейді ғой. Қазір ауылдарымызда бір-бірін таниды. Ана ауылдан пәленше десең, біледі. Ана ауылымызда военкомат қайнаға десең, біледі әмме. Соның үшін біздер сыйласығымыз сода. Мысалы үшін шеше, пәленше шеше деп атын айтамыз. Золотой шеше. Болмаса оның аты ар жағында белгілі. Сонда мені бақсып шеше дейді. Келілеріміз айта алмайды. Олам хүрмет, іззет. Мысалы үшін бір атын, мысалы үшін өздеріміздің ата-анамыздың атын, керек десе күйеуіміздің атын айтпауымыз керек та негізінде деп сондай бір не бар, сыйластықтың түрі шығар да бұрынғы. Ой, енеміздің аты, бірден атамыздың аты кетіп қалса бір үлкен бір жаңағы бір айып істеп қойғандай болып бір тартынасаң, олам бір ненің белгісі да. Мысалы бір қызықлы бір атлар болады. Мысалға бір біздер қазір тойларға бір спискілерде отырып қаламыз ғой. Сол уақытлар келіп айтады, бірақ түсінбей отырасың жаңа айтқандай. Сондай бір қызықлы ат бар ма? Мысалы үшін қазір военкомат қайнаға да батыр, соған бір басқашалау және бір күлкілі бір естілгенде бір күлетін, өздеріңізден бір айтқан уақытта бір күлімсіреп бір күліп қойып айтатындай. Енді жаңағы, мысалы үшін праздник қайнаға дейді, айта алмайтын сөздер болса, жолдың үстіндегі сөздер болады да енді. Сондай айта алмайтын бұлам, хүрмет деп білемен. Зор. Праздник қайнаға, яғни байрам қайнаға дегендей болады екен да.
Енді сіз мәдениет тарауында істейсіз. Мәдениет тарауында істегеннен кейін өзіңіздің шәкіртлеріңіз бар шығар. Яғни шәкіртлеріңіз шамамен нешеу? Бір бармақпен санарлыдай ма, одан көп Бармақ па? жетпейтін шығар меніңше. Енді мен сол дәуірлерде 89 жылы 90 жыл сөйлеуге келдім бе, сол дәуірден бастап мектеп дәуірінде дутар даярлап бастадым дедім, иә. Сол уақытлар сол мектептерден келеді. Қазір қарап отырсам, әр 89, 90, қар дәуірде даярлайсаң, ұшырып жібересең, қанат қолындап. Мысалы үшін менен не алады да біздер, не қыламыз? Бағдар береміз да. Мысалы үшін қызығып келеді, біреу ата-аналар әкеледі, біреуінің атасы әкеледі. Ау сізді қосықшы немді шығар жібер дейді. Соны санағы жағы, сіз айтқандай, санағына бармақ бүгіп дәрежеде. Бірінші шәкіртлерім, қызларым. Бірінші шәкіртлерім, қызларым, 4 қыз бір ұлым болса, 2 қызым осы бағдарды менің жолымды қуып, сол үлкен жетістіктерге ерісіп жатыр қазір. Бірінші шәкіртлерім, қызларым. Сол уақытла қызыма нәзір аудармайтын құсайман да, үйге келіп үйренетін қыздарға, ал қызыма үйретпей, сол дүгірек жаңағы келген шәкіртлеріме үйреніп атырғанда, Миясар қызым елі айтады ғой, ал үйге қара деп кетемен, соңынан дейін бөлімге тәдбір болса кетсем, қызығушылығы соншелі ізімнен жетіп, менен бұрын дайын тұрады да қызым. Менен бұрын сол тәдбір болатын жерде дайын тұрады. Ал неге келдің деп мен бақыраман. Қызыма кеуіл бөлмейтін құсайман да. Сол шәкіртіме таярлап атырғанымды көріп, соны мына не дейді, зейіні менен алып, үлкен бақсы Хәзір Миясар Жұматова, Хәзір президентіміз жаңағы бақсышылық жанрын көтеріп атырыпты. 25 жылы 4-ші халықаралық бақсышылық таңдауында бірінші орынды алды Миясар қызым. Ұлдәулет қызым 23-ші жылы Яңғы Өзбекстан жұлдызы, ең бірінші өткерілген бірінші Яңғы Өзбекстан жұлдызы атағын алды. Президентіміздің Хәзір бақсышылық тарауына үлкен үтібар бергенлігі себеплі, менің Ұлдәулет қызым жоғары кеңес тарапынан үміт ұшқыны хүрмет белгісіменен сыйлықталды. Әмде шұхрат медалын алуға мияссар болды. Бәрі 25 жылы біздің шаңырағымыз үшін үлкен қуаныш. Сол шәкірт қызларым менен қуанаман, мақтанаман. Перзентлеріңіздің жетістіктері, яғни сіздің бақытыңыз. Өзіңіз яғни көріп қуанатындай қызлар тәрбиелеген екенсіз. Дұрыс айтасың, перзентлердің табысы ата-ана үшін үлкен бақыт. Әр алғанда қуанып, өзім алғандай қуанып отырамын. Енді менде біздердің уақытымызда нота жоқ, дутардың кейін ноталастырылды да. Сол уақытлары мен Соня Мұхамедиеваға 40 қыз ансамбліне қатынаған уақытымда 40 қыз ансамбліне Соня ападан үйренген. Шәкірт ұстаздан озбаса шәкірт емес. Сондай Хәзір мен қыздарымның жетіскенлігін көріп, олардың сол жақсы айтқанларын көріп, қуанамын да. Сол қыздарымдан сол дутарға жақсы меңгеріп, нотаменен меңгеріп алып, білмеген қосықтарымды сол қыздарымнан үйренейін деген мәністе мен дутарға бердім бұларыны. Хәзірге жастарлығы жоқ, сол білмеген жерлерімді, хәзір ноталастырылған, хәзір мына кейінгі Қанегүл деген намаларды арасында да қызым, сен маған не үйрет деп, мысалы қыздарымнан аламан да. Яғни әзір қызларыңыз сізге ұстаздық болып отырды. Енді айтып жатырсыз, 4 қыз, яғни бір ұлым бар деп жатсыз. Сол ұлыңыз мәдениет тарауына қызыға ма, әзірде істеп жатпай сол тарауда? Енді ұлым сол жаңағы отан хақында қосықларды айттырып, қосыққа қызығушылығы жаслығында бар еді баламда. Сол біздер дұрыс бағдар бермедік пе, о балаға нәзер аудармадық па, сол әзір ол отарауда емес та ол. Бірақ бұлайынша қосық айтады, қызығады, жаңағы сіздерде квенчик жаңағы сөздерді күлдіріп, адамдарды күлдіріп айтады. Сол уақыттар мен ойланып кетемін, ой, мына баламды бір квенчик қылып, бір осындай музыка тарауына берсем болады ғой деген бір арман бар да. Бірақ енді ол университетте жаңағы құрылыс бөлімін біткеріп,
басқа тарауда болып кетті. Ол о тарауым жаман емес еркек бала үшін деп ойланып мен кейіннен сөйтіп қалдым. Бірақ ешкімде енді әрмансыз болмайды ғой. Бірақ музыка тарауына оқытуым керек екен деген бір уақытлар арман болады да. Болады, әмбесен мен музыкант болып кете берсе, үйге де бір құрылыс керек қой. Енді ол балаңыз үйленген бе я? Я қазіргі дәуірде енді біткеріп үйде, енді үйленеді Құда қаласа. Енді Құда қаласа үйленсе ене боласыз. Бір ене болғанда өзіңіз қандай ене болып көз алдыңызға келтіре аласыз енді? Осы ене болғанымда бір Мына келілет қоймайтын ба я андай? Ене болсам мен келініме қарасатығын, өз қызымдай көремен, жұмыстарына апараман, қалеген істетіп, үйдеген ондан басқа не қалды? Соған мен жұмыста болса ауқатларын асып қояман. Құрметлі қызлар, құлақларыңызға алтын сырға, кімге осындай бір мейірман бір ене керек болса, осы төмендегі нөмірлерге хабарласып кете бересіз. Келін алама Құдай қаласа деп жатырсыз ғой. Мысалы, келініңізді мәдениет тарауына болуын қалар ма едіңіз? Қалеймен өзім мәдениет тарауында істейтін болғаннан кейін қалай өзіме ұсаған бір дутаршы қыз болса, я болмаса қосықшы қыз болса деп ойланамын өзім. Әммесіне мүмкіншілік жаратып берер едім, қарасар едім. Келін енді Қалибеке апа сізді Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист деп Хамет таниды. Яғни сол атақты алған күніңізді бір еслесек, өзіңізде қандай сезімдер болды? Ол уақытларды еслесем бір ұмытылмас уақытлар болды. Ол 99 жылы, жаңа Ұлдәулет қызымды босанған жылы үйде демалыста отырғанма, 20 күн болған уақыт еді. Сол хакимият тарапынан ал концертке шығасаң деп шақырып жатырды деген хабар келді. Не хабар бұл концертке мен деп қуанып, баламды, қызымды тасылап, концертке қатынасуға келген уақытымда уақытлар Қайбалаға деген саматымыз бар еді. Сол күтіп алып, сіз сол атақ алыпсыз, не атақ екенін білмейміз де сол уақытта. Сол жерде концерт болайын деп жатыр уақытлар, таярлық жоқ, не жоқ, үйден келдік, сөйтіп. Сол не атақ дей береміз, және мәдениет не шығар, көркем өнер несі шығар де, қандай атақ деп не. 39 жылдан бері тарихи уақиға кегейлі үшін деп бар ана газетті әкелді. Мен сенбей жатырмын да себебі. Сол газетаны алдырып жаңағы кабинетіне, ол хакимияттың кабинеті жақын. Қуаныш деген несі бар, баласы жүгіріп барып, әпкеліп, неке деп газетаны көрсетіп маған. Сөйтіп деп қарасам, Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист деп Дәлібай Мамбетмұратов пенен бірге алғанман екен. Дәлібай Мамбетмұратов кейіне Қалибеке Ұзақбергенова деп жазып қойыпты. Қайып деп қызмет көрсеткен артист деп уақылар хайран қалып, еш ұмытылмас мәулеттер. Ал қаттыға қуанып кеттім. Сөйтіп қосығымды айтып қайттым. Қазірде телефон, интернет деген зат жоқ, мысалы үшін сразу көріп, газеттен барып оқып басқаша. Енді қазір Кегейлі районында мәдениет орайында істесе, ол жердегі өзгерістер қандай болып жатыр мысалы үшін? Қандай жаңалықтар бар? Жаңалықтар бар. Қазір мен Кегейлі мәдениет тарауында үлкен іс бар беріліп, жаңа музыка аспаплары келіп жатырыпты. Бұрын енді міне дутарларымыз жоқ еді. Дутар, әр түрлі дайра, геджек, не аспап болса бәрі бар. 2014 жылы міне жаңадан реконструкцияланып, ішлері жақты, Еледі сұлу. Сұлу жерлерде отырамыз, ішлері ыссы. Енді міне Қалқабаттан үлкен мәдениет орайын ашып берді. Бұның үшін хүрметлі жұрт басшымызға үлкен рахметлер айтамыз. Енді біздердің мәдениет тарауында жақында ғана Дауытбай Қайыповтың хүрметіне өткерілген конкурс болды. Ода Жеңіс Жақсылықов деген районымызға Абат Дәлбай, сондай талантты жастарымыз көп. Ойынды көрегіне Фируза Бенязова басқарады жақында. Ташкент онлайн өткерілген жарыста бірінші орынды иеледі. Міне қазір мәдениет бөліміміз жас кадрлармен толысып жатырыпты. Жақсы қосықшы әр конкурстарда атақ алып келіп жатырыпты. Мәдениет бөлімімізде өзгерістер жақсы. Қазір сол айтып жатсыз алдын
ауылда істейтін едік. Қазір орайға сол келгеніңізде неше жыл болды, қашаннан бастап істеп бастадыңыз сол районымыздың орайындағы, мәдениет орайында? Енді мен мына жаңа 2014 жылда ауылдан районға келдім. Район орайында сол 2014 жылдан бастап қатынап істеп жатырмын. Қалибек апа, сәз сәубет дегенде бұл жерде дутарды бекардан бекар қойған жоқпыз. Енді осы дутар менен тамаша көйлерге бір жаллы хаваза бір қос айтып берсеңіз. Болады. Рахмет. Енді Хүрліман бақсы жолына, Қанығүл намасына бір қос айтып берейін. Жаңа айттым ғой, қызым Дәулетиярбек дастанын айтып шықты. Соны айтпай кетіп пен ғой. Ол Дәулет қызым Қоңырат районында бастан аяқ 55 қос айтып шықты. Соның мен Дәулетиярбек дастанының қызығып Қанығүл қосылы сосын дастаннан айтып бермекші мен да сілерге. Енді Қалибек апа, өмірден сөз подкастымыздың жұмақлайтын мәуітлеріне де жетіп келдік. Бүгінгі сәубетіміз оға да бір ажайып, қызғын, яғни бір зор сәубетлердің бірі болды деп ойлаймын. Енді экран артында тамаша көйлерімізге өзіңіздің бір жылы тілеклеріңізді айтып кетсеңіз. Не қылдеймін? Ең бірінші халқымызға тыныштық тілеймін. Құдайым тыныштық болсын, елімізде аманшылық болсын. Ел басшыларына табыстар тілейміз, еліміздің басшыларына. Міне сілер шақырып, район хәкімлігіне де үлкен міннеттаршылығымды білдіремін. Осындай сәубетті таярлап жатырсызлар. Сілер районның көзіне түсіп жүрген жасларсыз, сіздердің алдыңғы жұмыстарыңызда тасқын табыстар тілеймін. Рахмет көп. Міне өмірден сөз подкастының нәбеттегі сәнді жұмақлап алдық. Баслаушыңыз Айзада һәм Шерзат, біздердің өмірден сөз подкастымызды еледе рауажлану үшін өзіңіздің аз ғана болса да үлесіңізді қосып өтсеңіз деп ілтимас етеміз. Бұл жердегі Instagram, яғни Instagram каналымызға подписаться темешесін басып қойып, YouTube каналымызға да ағза болып қойсаңыз, оға да бір жақсы болар еді. Рахмет, кейінгі салаларында сіздерменен көріскенше кейінгі санды мүмкін сіз болып қалуыңыз мүмкін.